Бүгінгі Рамазанға қатысты қозғайтын тақырыбымыз. Рамазанға дейін бойымызда қалыптасқан құлшылыққа қабілетіміз бар. Және Рамазан кезінде оның деңгейі артуы керек. Егер еш нәрсені арттыра алмасаңыз, өтініш, Рамазанда істей алатын азғантай амалдарыңызды үзбеңіз. Асыра істемеңіз. Мысалы, жаттығу залына ешқашан бармаған жігіт сонда барып, 2 сағат қатты жаттықса, оны сіз 1 ай бойы көрмейсіз. Расымен солай. Егер 2 сағат жаттықса, бар күшін салса, қане? Бітті. Денесі қатты ауырып, келесі күні жаттығуға келмейді. Егер ол жаттығу залына барып, аз-аздап жаттықса, денесі үйрене бастайды. Келесі келгенде аздап қосып отырады, аз-аздап арттырады. Белгілі бір деңгейге жеткенде, жаттыққан кезде, мен шаршадым десе, қиын екенін сезінсе, ол осы деңгейде қалу керек. Жаттығатын салмақты арттырмау керек. Ақымақ болмаңыз. Егер салмақты арттырсаңыз, келесі күні қатты шаршап, мұны енді істемеймін, қатты шаршап кеттім дейсіз. Бұл нәрсе ғибадатқа да қатысты. Әрбіріміздің мүмкіндігіміз әртүрлі. Егер ешқашан 1 сағат бойы құлшылық жасамаған болсаңыз, қосымша құлшылықты айтып отырмын. Бірден 1 сағат құлшылыққа өтпеңіз. 15 минут жасаңыз, 10 минут жасаңыз, аздап жасаңыз. Кейін аздап қосыңыз. Келесі күні тағы 5-10 минут қосыңыз. Өзіңізді қалай сезінесіз? Бақылаңыз. Әрдайым құлшылықты, немесе басқа нәрселерді өзіңізді жақсы сезініп тұрғанда аяқтаңыз. Мысалы, Құран оқып отырғанда өзіңізді жақсы сезініп отырасыз. Жарты парадай оқисыз. Миыңыз, тағы 5 бет оқиын ба десе, егер бұрын жарты параға жетер-жетпестей оқып жүрген болсақ, Құранды жауып қойыңыз. Ғұламалар былай дейді. Егер намаз оқып тұрсаңыз, 2 ракағат нәпіл, 4 ракағат нәпіл оқып жақсы сезінсеңіз, 6, 8, немесе 10-ға жеткізейін бе? Әлде осы жерден тоқтатайын ба деп ойласаңыз, жақсы сезіммен тоқтасаңыз, миыңыз, маған 4 ракағат намаз оқуым ұнады, жарты пара Құран оқуым ұнады десе, миыңыз сізге, мен осыны қайтадан істеймін дейді. Келесі құлшылық сәтін күтетін болады. Маған бұл ұнады дейді. Ғұламалар әрдайым құлшылыққа әдеттене бастағанда, егер сіз ғибадатта ауыр салмақтағылардан болмасаңыз, әрдайым өзіңізді жақсы көрсеткіште тоқтатыңыз. Миыңыз жақсы сезімде болғанда тоқтаңыз. Себебі әрдайым оған оралатын боласыз. Бүгін 4 ракағат нәпіл намаз оқыдыңыз, аздап Құран оқыдыңыз, аздап зікір жасадыңыз. Келесі күні арғы күні тек қайталаңыз. Егер осы жақсы нәтиже десеңіз, соған тоқтаңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аз болса да үздіксіз жасалатын амал Алла тағаланың алдында ұнамды деген. Рамазан бойы үзбей орындаңыз. Осы да жетеді. Өзіңізге де ұнайды. Жақсы сезімде боласыз. Егер нәпіл намазды 6 ракатқа арттырып жатсаңыз, 15 бет Құран оқысаңыз, әлхамдулилля, бұл жақсы. Бірақ көп күш жұмсап, өзіңізді шаршатып алмаңыз. Қанша уақытым кетті? Ой Алла, құлшылықтар ауыр тиіп жатыр. Мұндай халге түспеңіз. Егер сіз құлшылықтарыңызды арттыра алсаңыз, аздап арттыра алсаңыз, онда аздап арттырыңыз. Бірақ сақ болыңыз. Құлшылыққа қабілетіміз аз-аздан дамуы керек. Көптеген адамдар осыны дұрыс түсінбейді. Адамдар қажылыққа тәмам барарда, аз уақыт қалғанда дайындала бастайды. Мен не білуім керек? Не істеуім керек? Не істеймін? Қажылыққа дайындалыңыз келе ме? 1 жыл бұрын дайындалыңыз. Өзіңіздің рухани қабілетіңізді дайындаңыз. Көп адам Нәбауи мешітіне барып, шейх, мен не оқуым керек, не істеуім керек, еш нәрсені сезінбей тұрмын деп жатады. Әрине сезінбейсіз. Оған алдын ала дайындалмағансыз. Егер рухани байланыс орнағанда сіз күн сайын орындайтын едіңіз. Ал Рамазан, осы Рамазан айында, егер сіз келесі Рамазанды керемет, супер деңгейде өткізгіңіз келсе, осы жыл бойы азғантай амалдарыңызды күн сайын үзбей орындаңыз. Жарты параңызды, қосымша намаздарыңызды, зікірлеріңізді күн сайын келесі Рамазанға дейін үзбей орындаңыз. Келесі Рамазанда күшіңіз тасып тұрады. Күшіңіз тасып тұрады дегенім, ғибадатқа әбден машықталған боласыз. Келесі Рамазанда керемет өткізесіз. Себебі сіз үзбей дайындалып келдіңіз. Мысалға, спортшыны алайық. Күн сайын дайындалады. Сөйтіп сайыста топ жарады. Неге? Себебі ол күн сайын жаттыққан.
Осы нәрсе құлшылыққа қабілетімізді қалыптастыруға да қатысты. Аз болса да үзбей ғибадат жасауымыз керек.